Бұл оқиға телефон қоңырауынан басталды. Менің досымның келіншегі Наташа қоңырау шалды. Бүгін туған күнін тойлап жатыр. Сұраудың мәні өте қарапайым болды: көмектесу. Жақсы сыйлық таңдаңыз. Менің күнім толығымен бос болды, және келіскеннен кейін. Кездесу кезінде мен өз ісіммен айналыса бердім. Мен сыйлығымды бердім. Мен оны алдын ала сатып алдым, енді ол туған күнін күтуде деп бантик жарқыраған. Сәлем, деді Наташа көлігіме отырып. Ол әлдеқашан киініп алған. Киінген, шамасы, ол тапсырыс берілген мейрамханаға баруға дайындалып жатқан сияқты. Сыйлық сатып алу. Қыстың өте қара ауа райына қарамастан ол киінген. Қысқа юбка, торлы қара колготки және қысқа күзен пальто. Шаш үлгісінің керемет болғаны сонша, ешқандай күмән жоқ. Жарты күн салонда ысырап болған жоқ. Ару жауынгерлік макияж киіп, анық күткен. Кеште ең қайтымсыз болыңыз. Тамаша көрінесің, шын көңілмен, дедім сүйсініп. Мейрамханаға дейін әлі 3 сағаттан астам уақыт бар. Мүмкін үзіп қалмас үшін ыңғайлырақ киім киіңіз. Кеңес бердім. Саған ұнамайды ма? Деп өтірік ренжіп сұрады. Барлығы супер. Әлі көп уақыт бар. Сізде өзгеруге уақыт болады, дедім мен жайбарақат. Дұрыс айтасың, мен қазір келемін, деді де есікті тарс жауып ғайып болды. Ол қандай керемет. Мен іштей ойладым, мен де сондай атты ертер едім. Оның қалай болғаны туралы ойлады. Жалаңаш көрінуі мүмкін мені жынды етті. Менің ойым үзілді. Ол қайтып келгенде өзгерді. Ол тар джинсы мен қысқа пиджакпен. Ол қазірдің өзінде көшеде күнде кездесетін жүздеген қарапайым қыздарға ұқсайтын. 10 минуттан кейін біз спорт дүкенінде болдық, тез таңдадық. Сыйлық алып, оны жақын жердегі дүкенге орап, олар қайтадан жылыға отырды. Машина. Банкетке дейін 2 сағаттан астам уақыт қалды. Мен оған тоқтауды ұсындым. Үйімнің астындағы кофеханаға барыңыз, көлікті тастаңыз, сыйлықты алыңыз, содан кейін таксимен оның орнына киім ауыстырып банкетке бар. Нұсқасы жұқа болып шықты және бірнеше минуттың ішінде үйімнің қасында тұрақтап қалдық. Бізге жарты сағат. Бальзаммен және торттармен кафеден ләззат алу үшін жеткілікті, сондай-ақ 1 стақан шампан. Наташа үйлену тойына қалай дайындалып жатқанын айтты. Жоспарларым мен жеке өмірім туралы сұрады. Сол кезде мен кірдім. Бірінші некеден кейін керемет еркін күйде болдым, және бұл туралы ойламадым да. Тұрақты серік табу, еркіндік пен ұзақ мерзімді қарым-қатынастар туралы. Маған ұнайтын қыздар мен әйелдер, олардың арасында өте көп болды. Наталья көңілді әңгіме дүкен құрып отырып, кейде үстелдің астына аяғымен тигізетін. Әрқайсысы жанасу миға ұшқын сияқты ұшты, ең кінәсіз емес. Ойлар мен қиялдар. Төлегеннен кейін мен оның мені үйде күтуін өтіндім. Мен дайындалайын, оның үстіне үйді бір қарап шығуға қызыққан шығар. Бакалавр, біз таныс болғанымызға қарамастан, ол әлі болмаған жерде. Шамамен 1 жыл. Пәтерге жеткенде мен оған шағын экскурсия жасадым. Әсіресе оған. Маған жатын бөлмедегі төсек ұнады, ол әдеттегіден сәл үлкенірек болды. Сен қайдасың? Сіз осындай өлшемдегі төсек орын сатып аласыз ба? Деп таңдана сұрады ол. Бұл сұрақпен оның жақсы үй шаруасындағы әйел екенін айтып берді. Тапсырыспен тігеді деп әдейі. Мен жай ғана жауап бердім, бірақ мен дүкенде осы төсекті таңдаған кезде мен тіпті таңдамадым. Мен мұндай өлшемдегі іш киімді табу мүмкін емес деп ойладым. Мен оның эмоцияны көрсетпестен, мұның бәрін олардың кішкентайымен салыстырғанын сезіндім. Жалдамалы пәтер, мен оның серпімді денесіне қарадым. Маған бұрылып, ол кездейсоқ қадам жасады, сондықтан ол маған тап болды. Белінен ұстап, өзіне жақындатты. Сіз оның қорқынышты көздерін көруіңіз керек еді. Және мен қарсы тұра алмай, оның ерніне тісімді батырып сүйдім. Ерніміз түйісіп қалды. Бірнеше секунд, бірақ өз ойларын жинап, Наташа маған тырысты. Итеріңіз. Ол нәтиже бермеді. Бос қолыммен оның денесін ұстадым. Сен не істеп жатырсың ба? Қажет емес. Деп ол бұртиды. Бәрі бекер.
Қол қазірдің өзінде ұятсыз. Денесін ұстады. Ол өзін босатуға тырысты, бірақ бұл әбігер болды. Мені көбірек қосты. Мен оны ақырын төсекке итеріп жібердім. Ол жұмсақ жерге құлады. Оның асқазанына парақ және дереу орнынан тұруға тырысты. Жылдам қимылмен Ол оның денесін алақанымен иық аймағында басып тұрып, өзін жоғарыдан тапты. Жетеді, жібер. Мен бос қолыммен джинсы шалбарымды шешкенімде, ол истерикасын жалғастырды. Тыныш жат дедім мен оның джинсы шалбарын төмен түсіріп. Тығыз мата емес. Бас тартты. Қаттырақ тартқанымда түйменің босағанын естідім. Қарсылық. Мен оның әдемі денесін көрдім. Наташа берілмеді, денесін бұрап алды. Және оған қол тигізбеу үшін бірдеңе жасауға тырысты. Мен оған тез еніп кеттім және біз махаббат жасадық. Керек емес деді ол аянышты кейіппен. Шегінетін кез болды. Еш жерде. Ол менің қалағанымды алғанша оны жібермейтінімді түсінді. Қалыңдық. Досым үшін алдым, сол керек еді. Сіз душ қабылдағыңыз келетін шығар дедім мен. Жақындап келе жатыр. Мен шкафқа барып үлкен түкті көрпе алып, оны белге создым, ол әлдеқашан болды. Кереуеттің шетіне отырды. Мен сені кешірмеймін, бейбақ деді ол ренішпен. Ол оның бет әлпетін көргенде сүрменің жасы жағылғанымен мені күлдірді. Кейт, жүр. Және жуынып, мен оны душқа апардым. Ол 10 минуттай кетіп қалды. Осы уақыт ішінде мен қазіргі жағдайды түсінуге тырысты. Қандай да бір себептермен менің ар-ұжданым қинаған жоқ. Сөзден толығымен. Керісінше іштей бір нәрсені сезіндім. Мақтану және қол жеткізген нәрсеге қанағаттану. Мен күткендей қайтарылды. Орамалға оранған Наталья күйеу жігітпен сатқындық тақырыбында дауылпаз ойнай бастады. Онсыз косметиканың көмегімен ол сәл басқаша көрінді. Шашын тарай бергенде ол мұңая берді. Шаштың ұштары дымқыл. Ең болмаса киіну керек шығар, деп сұрады ол. Біз әлі біткен жоқпыз дедім мен баяу және сабырлы түрде. Жөнде. Бірге. Деді ол шын таңданыспен. Тіке. Деп құрғақ жауап бердім. Орамалдың шетін тартып, әбден жұлып алып, еденге лақтырып жібердім. Ол кірді. Мен аң-таң күйде қатып қалдым да, абдырап қалғанын пайдаланып, мен оны көтеріп алдым. Оны төсек ортасына қойыңыз. Шамасы, өз мүмкіндіктерін бағалап, Наталья тынышталды, бірақ мен. Ол өз кезегінде оның астына жастық қойып, оны сүйе бастады. Барлық көріністе болса да. Ол наразылықпен менсінбеуді көрсетті, Наташа көздерін жұмып жатты. Ол енді ашуланбады. Ыстық душ астында тұрып, мен ризамын. Көзін жұмып, соңғы сағаттағы оқиғаларды есіне алды. Суды өшіріп, құрғатыңыз. Кептіруден кейін мен жатын бөлмеге бардым. Осы кезде оның телефоны шырылдады. Жарайды сен. Қазірдің өзінде қашан? Барлығы дерлік келді, желінің арғы басынан келді. Сүйкімді. Мен қазір сыйлықты орап келемін деп жауап берді Наташа. Сүйдім, мен жақында боламын. Деді де телефонды қойды. Сіздің болашақ күйеуіңіз бақытты. Мен оған комплимент жібердім. Жүріңдер, киініңдер, кешігіп қалдық деп бұйырды ол. Наташа менің жалаңаш бөксесіме қатты ұрды. 10 минуттан кейін біз жасаймыз. Таксиге отырып үйіне қарай жүгірді. Мен оны күттім, көлікте отырдым, және көп ұзамай. Ол бәрі киініп, қасымдағы орындыққа отырды. Мейрамхана есігінен кіріп, мен оған қысқа пальтосын шешуге көмектестім, және залға кірер алдында бос қолыммен сыйлықтарды ұстадым. Қолымен оның бөксесін байқамай шымшып алды. Банкет қызып тұрған еді.